салауат айтуда ешқандай шарт жоқ. Дәретті болуды талап етпейді. Белгілі бір уақытта салауат айт деп талап етпейді. Салауат айтпасақ біз күнәһар болып қаламыз хадисте. Кімде-кім маған бір рет салауат айтса, Алла оған 10 салауат айтады. Ассалаумағалейкум қадірлі жамағат. Сүйікті пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Салауат айтудың қандай жақсылығы мен артықшылығы бар екендігі туралы әсерлі уағызды соңына дейін қарауыңызды сұраймыз. Біздің арнаға жазылыңыз, лайк басыңыз. Жамағатқа таратып сауапқа кенеліңіз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Асыл дініміз ислам шариғатында Алла тағалаға құлшылық етудің түрлері өте көп. Жан тәнімен, мал дүниесімен болатын құлшылық. Маңдайын сәждеге жығып, Алла тағалаға намаз оқу, жылына бір рет ораза ұстау, жылына бір рет зекет беру, және өмірінде бір рет болса да қажылыққа бару секілді құлшылықтар бар. Енді шариғатымызда ең абзал тұратын ерекше бір құлшылықтың түрі бар. Ол құлшылық пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту. Ол да құлшылық. Неге десең, Құранда Аллах тағала оны біздерге бұйырып тұр. Құран кәрімде Ахзаб сүресінде Алла тағала айтады: Астаузу биллах. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима дейді. Расында Алла тағала және оның періштелері пайғамбарға саллаллаху алейхи вассалам салауат айтады. Ей иман келтіргендер, сендер де пайғамбарға салауат айтып, сәлем жолдаңдар деп Алла тағала бізге бұйырып тұр. Енді қарап отырсақ, бұл салауат айту несімен ерекше? Құлшылықтардың ішінде ең абзал болатын құлшылықтардың дәрежесінде тұрады дейді ғұламалар. Себебі бүткіл құлшылықтарды Аллах тағала бізге бұйырып отыр. Намаз оқы, ораза ұста, харам нәрселерден тыйыл деп бұйырып отыр ғой бізге Аллах тағала. Ал бұл салауат айту ісінде пайғамбарға салауат айту жайында Аллах тағала өзінен бастап отыр дейді. Расында Алла және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады дейді. Қараңыз, өзі салауат айтады пайғамбарға, және періштелерін бұйырды салауат айтуға. Және бізді бұйырып жатыр: ей иман келтіргендер, пайғамбарға салауат айтып, сәлем жолдаңдар деп отыр. Сондықтан бұл салауат ең құлшылықтардың ішіндегі абзал құлшылықтарға жатады. Абзал құлшылық болғанда бұл салауаттың белгіленген бір уақыты жоқ. Бұл салауаттың ешқандай бір шарты жоқ. Қандай да құлшылық болмасын, өзінің шарттары бар. Мысалы, намазға келетін болсақ, дәреттің болуы, тазалықтың, яғни сыртқы тазалық, намаз оқитын жерің, уақыттың кіруі деген секілді шарттар көп. Ал салауат айтуда ешқандай шарт жоқ. Дәретті болуды талап етпейді. Белгілі бір уақытта салауат айт деп талап етпейді. Таң атқаннан кеш батқанға дейін ояу жүрсең, тілің салауатта болса, міне сіз құлшылық естіп жатқан адам боласыз. Дәретсіз болсаңыз да салауат айтуды тоқтатпаңыз дейді. Бұл салауат тіпті ықыласты да талап етпейді дейді. Салауат, мына мысалы бізде дұға қабыл болу үшін дұғалардың шарттарының бірі ықыласпенен істеу ғой. Мынау Аллах тағалаға дұға қылған кезінде адам баласы мына жерден харам тамақты өткізбейтін болса, яғни адалдан тамақ жеу, бұл дұға етудің, дұғаның қабыл болуының шарттарының бірі. Және де мынау айтып атқан, сұрап атқан нәрсең мына жүректен шығу керек. Сенің жүрегіңдегі нәрсе болмаса, тіліңдегі нәрседен пайда берілмейді. Яғни айтып атқан, сұрап атқан дұғаңды жүректен шықпаса, Аллах тағала оны қабыл етуі екіталай. Яғни дұғаның қабыл болуының шарттарының бірі ықыласты болу. Қандай да істі, жақсылықты істесеңіз, оның сауапқа кенелтетіндей дәрежеде болуын қаласаңыз, ықыласты болу керек. Ал бірақ салауатқа келген кезінде дейді, оған ешқандай шарт етпейді. Еш нәрсені де шарт етпейді. Ықыласты да шарт етпейді дейді. Керісінше бұл салауат дейді, мынау жүректі жіпсітеді, қатып қалған жүректі жұмсартады. Керісінше жүректі, ұйықтап қалған жүректі оятады бұл. Ықылассыз болған жүректі ықыласты ұялатады соның ішіне. Құранда Аллах тағала осыны бұйырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис шарифтерінде де, көптеген хадис шарифтерінде де салауат айту жайында қызықтырып айтты. Енді ойланып қарайтын болсақ, Аллах тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды үлкен және майда күнәлардың барлығынан сақтап қойған. Олар пайғамбарлар ешқандай күнә жасамайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдыңғы және кейінгі күнәсі кешірілген деп айтады. Ол дегені пайғамбар күнә жасайды деген сөз емес, керісінше пайғамбарлар күнәдан сақталған дегенді білдіреді. Енді жәннатқа Алланың рахметіменен олар кіріп тұрған жаратылыс Алланың сүйікті құлдары болса, енді оған салауат айтудың не пайдасы бар? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис шарифтердің көптеген хадис шарифтерінде өзіне салауат айтуды қызықтырып айтады. Маған кімде-кім
Минбарға көтеріліп барады, бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Амин, амин, амин" деп 3 рет айтады. Сонда сахабалар сұрайды: "Я Расулалла, неге амин, амин деп 3 рет айттыңыз?" деген кезінде айтады: "Маған Жибрил келіп уахи етті" дейді. Кім Рамазан айына кіріп тұрып, тозақ отынан құтқара алмаса, оған қайғыр қасірет болсын дейді. Және ата-анасы дүниеде тірі болып тұрып, ата-анасының разылығын ала алмай, жәннатқа кіре алмаса, оған қайғыр қасірет болсын дейді. Және де менің атымды естіп тұрып, маған салауат айтпаған адамға қайғыр қасірет болсын дейді. Бұл салауат айту мәселесінде кей жағдайда уәжіп болады. Ол деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның есімі аталғанда, немесе пайғамбарымыздың сипаты аталғанда, немесе пайғамбарымыздың жалпы заты аталған кезінде салауат айту бізге міндет болып тұрады. Салауат айтпасақ біз күнәһар болып қаламыз. Ал пайғамбарымыздың аты аталмаса да өз еркімен салауат айту, бұл пайғамбарымызға дегеніне махаббатты білдіру, артық құлшылықтың бір түрі болып табылатын, жаңа айтқандай. Енді қарап отырсақ, пайғамбарға салауат айту, пайғамбарға ешқандай бір келіп кетер зияны да, ешқандай бір дәрежеге бір жоғары болып кетуіне де пайғамбар өзін ойлап істеген жоқ. Пайғамбар бізді ойлады. Пайғамбарға салауат айту арқылы Алланың рахметіне бөленіп, Алланың уәде еткен үлкен сауабына бөленетін жағдайды бізге жеткізгісі келіп, бізге пайғамбарымыз салауат айтуды қызықтырып айтты. Хадис шарифтердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Абу Даудте келген хадисте: "Ма минкум мин ахадин саллама алейя иза митту илля джаани Джибрил, фақала Джибрил: Я Мухаммад, هذا فلان ابن فلان يقرأك السلام فأقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته". Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл хадис шарифінде айтады: "Мен дүниеден өтіп кеткеннен кейін қайсы біріңіз сәлем айтатын болсаңыздар, салауат айтып маған сәлем жолдайтын болсаңыздар, Жибрил келеді де айтады" дейді: "Ей Мұхаммед, пәленшенің баласы түгенше саған сәлем айтып жатыр" дейді. Сонда мен айтамын: "Ва алейхиссалам ва рахматуллахи ва баракатуху" деп жауап беремін деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тағы басқа да хадистерінде осындай мағыналы хадистерде келтіріледі. Ол адамның түрде көрініп тұрады дейді, салауат айтқан адамның. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қызықтырып хадис шарифтерінде айтады: "Ан Джабир ибн Абдилlah ан наби саллаллаху алейхи вассалам قال: من صلى علي في اليوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة 70 منها في الآخرة و30 في الدنيا" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Кім маған күніне 100 рет салауат айтатын болса" дейді, Аллах тағала оның 100 қажетін өтеп қояды дейді. Оның 100 қажеттің 70-і ақыретке қалдырылады, 30-і осы дүниеде өтеледі дейді. Ойланып қараңыз, салауат айту арқылы біз өзімізге пайдалы бұл нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқан хадис шарифіне көз жүгіртетін болсақ, мән беріп қарайтын болсақ, бұл үлкен өзімізге тиетін пайда. Ойлаңызшы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға 100 рет салауат айтуға қиналамыз ба күніне? Қиын емес қой ол. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға 100 рет салауат айтыңыз, Аллах тағала сіздің 100 қажетіңізді өтейді. Оның 70-і ақыретте болады, 30 осы дүниеде. Біз оның осы дүниедегі болып жатырған қажеттерімізді байқамауымыз мүмкін, бірақ ол өтеледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ешқашан өздігінен еш нәрсе айтпаған. Ол тек қана айтса, Алланың уахи еткен нәрсесін айтатын болған. Пайғамбарымыз уәде етті ма? Алла оның уәдесін өтейді, өйткені пайғамбар Алланың атынан сөйлеп тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады басқа бір хадистерінде: "Кім маған 1 рет салауат айтатын болса, Алла тағала оған 10 рет салауат айтады. Оның 10 рет дәрежесін көтереді және 10 қателіктерін, күнәларын кешіреді" дейді. Ойлаңыз, сіз 1 рет салауат айтасыз, Алла тағала сіздің дәрежеңізді 10 есе көтереді. Алла тағала сізге күнәңізді кешіреді. Қарап отырсаңыз да, мұны Алла тағала салауат айтады деп отыр мына хадисте. Кім маған 1 рет салауат айтса, Алла оған 10 салауат айтады деді. Енді Алла тағала тарапынан болған салауат бұл қандай салауат екен? Бұл пенденің күнәсін кешіріп, жарылқауына бөлеп, мейірімін жаудыру екен. Яғни, сіз пайғамбарымызға 1 рет салауат айтатын болсаңыз, Алла тағала сізге 10 рет мейірімін жаудырып, 10 рет күнәңізді кешіреді. Міне, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтудың пайдасы, артықшылығы, адамның дүние тіршілігінде қаншама қажеттері өтеліп жатады. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтудың шарапатынан болады. Кім маған салауат айтатын болса, қияметте менің оған шапағатым болады деді. Алла тағала ардақты сүйікті пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауатын жолдап, сәлемімізді жеткізсін. Аллах тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен қияметте бас көтеріп, онымен жәннатта бірге болуды баршамызға нәсіп қылсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту арқылы Аллах тағала бізді рахметіне бөліп, қателіктерімізді, күнәларымызды кешіріп, Аллах тағала рахметіне бөлесін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.